Қасиетті Құранды қайсысы қорғылды? Шойынторда шырылдаған медет пе, әлде Түркияның төрінде Алланың атымен ант су ішкен Бекболат Тілеухан ба? Меккеге апарамын деп жамағатты сан соқтырған Каусар Travel компаниясының бастығына қатысты үкім шықты. Сот оны 6 жылға бас бостандығынан айырды. Алайда 27 жастағы жігіт жымыңқы істің жетекшісі мен емес деп жан айқайын жеткізуде. 522 миллион теңге, яғни компания қаражат Бекболат Тілеухан мырзаға берілді. 128 миллион теңге менің қаражатым жеке ол кісіге берілді. Медет әрбір тиыныма дейін дәлелдейтін түбіртектерім бар дейді. Бизнестегі ағаң, муфтияттағы жағаң болам деген сөзіне сендім деп отыр. Ал Бекболат болса қолын Құранға қойып, танымаймын деп тұр бермеуде. Валлахи, биллахи, таллахи. Аллахтың атымен ант етемін. Мен ешқандай Каусар Travel дейтін фирманың бар екенін білгем жоқпын. Одан соқыр тиын ақша алған жоқпын. Жер бетінде оған дейін осы Медет Мұратбаев дейтін адам бар екенін білсем, Құдай мені тапсын. Ол кісі әлеуметтік желіде қазір көрсетуде, яғни Құран кітабын ұстауда, басқа дүние жасауда. Алайда ол жерде жалпы қорғаушымда қатысқан болатын, Құран кітапты мен де ұстаған болатын, мен де ант еткен болатын. Кімге сенеміз, көрермен? Бастысы, жақсы болсаңыз да, жарлы болсаңыз да, қасиетті кітаптың құнын жоғалтып қор етпейікші. Сотқа сәйкес еңіреген елдің ақшасын 2 айда Медет қайтарып беру тиіс. Ал Бекболат мырза тергеуге алына ма? Қалай ойлайсыз? Түйелер құтылып, түймелер тұтылып жатыр ма?